Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үй жағдайында осы скотчтың кетіру әдісін сіздерге қазір көрсететін боламыз. Көз алдарыңызда кететін болады, яғни бір ғана затпен кетіретін боламыз. Осындай қатып қалған скотчтардың кетіру әдісін қазір көрсететін боламын. Бізге ол үшін ең алдымен сұйық май керек болады. Мен мұнда стаканға құйып алдым, яғни касеге, және де бізге мақта керек болады. Осы мақтаны алып, шемішкі майымызды батырып, сол скотчтың үстіне жағатын боламыз. Осылай ысқылау арқылы біздің скотчымыз кететін болады. Дәл видеода қарағандарыңызда қазір көз алдарыңызда кететін болады. Бастапқысында қатып қалғандықтан жібітіп аламыз. Осы скотчты жағып, майымызды, міне достар, көз алдарыңызда кетіп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай. Жасап көріңіздер үй жағдайында. Ең керемет оңай лайфхактардың бірі, қолжетімді бағада үйдегі затымызбен осылай скотчтардың іздерін кетіретін боламыз. Достар, менің каналымда басқа да күшті лайфхактар бар. Қарап көрсеңіздер болады. Жоғары жаққа қазір ссылкасын тастап кетемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне достар, көз алдарыңызда кетіп қалды. Ұстап көріңіздер. Артына өздеріңіз тряпкамен, сүлгімен сүртіп алсаңыздар болады, яғни сұйық май жағылған. Көрінгеніңіздей. Міне достар, көрдіңіздер, мына мақтаның ішінде бүткен біздің клейіміздің ласный заттары барлығы осы мақтаға алынды. Міне достар, көз алдарыңызда осылай скотчымыз кетті. Жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай. Видеоны лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.